неге Бағана болды. иә, сабағымыз басталған бетте қосып қойған негізі записьті. Бүгін интернет слабый болып тұр ма, бір не болып тұр, кедергілер болып тұр негізі. Кешеде солай, Zoom-да көбімізде демонстрация экранымыз істемейді. Запись жүріп тұр ғой, міне мына жерде астында демонстрация экраны деген жерде. Енді білмеймін, ол қалай сақталатын, қалай сақталады, солай записьті чатқа саламыз ғой, до конца сақталды ма екен, сақталмады ма екен, нақты біле алмаймын. Яғни міне біз өзіміздің визуалды түрде видеомызды қостық, иә. Мынау ертең сіздердің жобаларыңыз қалай жасалынады, мен соны көрсетіп отырмын. Қалай қосу керек сіздерге. Ертең бізде практикалық жұмыстар көп болады сіздермен. 3 сағат практикалық жұмыс жасайтын боламыз, осындай жоба жасайтын боласыздар. Яғни мына жерде біздің кемеміз тұр, қазір үстіне бассақ кемеміз шығады, иә. Мына жерде стрелкамыз тұр, оған бассақ біз келесі көшеге ауысамыз деген сияқты. Мына жерге мен жаңағы видеоны қостым, иә, мынандай батырма арқылы қостым видеоны. Үстіне басатын болсақ, біздің видеомыз қазір шығу керек, міне. Көрдіңіздер ғой? Қазір видеомыз шығып тұр. Оның үстіне бір рет басатын болсаңыздар, қайттан артқа қайтады. Яғни бізде мына жерде бас мәзір жетіспей тұр, иә. Бас мәзірді қосу үшін сіздерге стиль батырмасына барасыздар. Стиль батырмасына барғаннан кейін контроль бар деген плагинға өтесіздер. Ол плагинға өткеннен кейін өзіңізге қажетті жаңағы нені таңдап алсаңыз болады. Батырманы таңдасаңыздар болады. Мына жерге аудионы таңдайық, аудио бізге керек болсын, иә. Осыны таңдап қойғаннан кейін мен мысалы астыңғы жағына қойып қойдым. Не болмаса үстіңгі жағына қойсаңыздар болады. Яғни маған астыңғы жағы ыңғайлы. Оған қажетті түсті таңдаймыз мына жерден. Түсті таңдағаннан кейін жаңағындай турға өтеміз. Турға өтіп өзіміздің немізді қосуымызға болады, жаңағы аудиомызды қосуымызға болады. Яғни мына жерге бос жерге бір рет басасыздар. Бос жерге бір рет басқан кезде сіздерде мына жерден настройкалар шығады, осы жерден кешегі мысалы күй ма, бізде кеше болған, аққу күй ғой. Осыны таңдайық. Осыны таңдағаннан кейін жобамызды сақтайық. Осыдан кейін жаңағы мини галереяны қосамыз, PDF документті қосамыз, солайынан жаңағы сайтты қосамыз, сөйтіп ары қаратай өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жалғастыра берулеріңізге болады. Яғни бұл жерде тек қана сіздің жобаңыз бір фотодан екінші фотоға ауысу ғана болмайды ғой. Бұл жерде сіз мысалы музейді көрсететін болсаңыз, сіз музейде көптеген жаңағындай видеоларды қоюыңызға болады. Каждый жаңағы экспонаттар бар ғой музейде тұрған. Соның жақындатылған фотосын көрсетсеңіз болады. Не болмаса қабырғада тұрған стендті жаңағындай жақындатсаңыз болады, иә. Мына мен экраным көрініп тұр ма қазір сіздерге? Иә, көрініп тұр. Өйткені жанындағы жасыл қоршаулар кетіп қалыпты, содан кейін сұрақтым. Ал енді немше турым көрініп тұр ма? Визуалды көрініске қосылып жатыр, иә? Записьте жүріп кетті ғой. Записьте жүріп, негізі нетіп тұр ғой, кішкене проблема болып тұр ғой осы тұста. Қазір мен мына жерге жаңа мәзірді қостық қой. Мәзірді қосқанда көрдіңіздер ғой, жаңа мен түсін өзгерттім, иә, бізде басқаша түс болып тұр, иә. Мына жерде қазір музыканы қосатын болсақ, музыкамыз ойнап тұр, иә. Енді қараңыздар, осылайнан өздеріңіздің жобаларыңызды жасайтын боласыздар. Бұлай оңай ма екен, негізі программаны кішкене шамалы болсын түсініп қалдыңыздар ма, қалай жасалынатыны? Иә. Бұлай оңай, иә. Самый главный жаңағы панорамалық суреттеріңізді енгізіп алсаңыздар болды. Фотоларыңызды дайындап алсаңыздар болды. Сосын жаңағы шаблонды алып, сол шаблонмен кез келген жерге жаңағындай барып саяхат жасасаңыздар болады. Енді бұл жерге жаңағындай PDF-ті қоссаңыздар болады, не болмаса сайттарыңызды қоссаңыздар болады. Мына жерде күйдің орнына мысалы өздеріңіз жаңағы көлдің толқыны, не болмаса мәшинелердің дауысын қойсаңыздар да болады мысалы. Сол кезде кішкене тірі көрініс болып көрінеді да бұл. Мынау мысалы көріп тұрғандарыңыздай бір башняның фотосын алып, мысалы жақындатып көрсетуге де болады сіздерге.
Енді практикалық жұмыстарға көшеміз ба? Былай практикалық жұмыстар жасап көрейік, иә? Жобаларыңыздың басын бастап көрейік, қалай болады екен. Жаңағы PDF. Алмас Айдосұлы, кешіріңіз. Аха. Бас мәзір қайсысы, мен байқамай қалдым мына жерден. Бас мәзір, қазір мен сізге өтейін. Бас мәзірі сіздер стиль подкастына өтесіздер. Міне, көріпсіз ба? Сізге экран көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Стиль вкладкасына өткеннен кейін біз жаңа шаблонды орнатып алдық қой мына жерге. Шаблонды орнатып алғаннан кейін міне қараңыздар, мына жерде бізде оң жағымызда нелер орналасқан, жаңа плагиндар орналасқан. Плагин дегеніміз ол қосымша жаңағындай медиа файлдарды қосады, не болмаса кнопкаларды қосады. Сол мысалы осы жерде міне біріншісі тұр ғой, міне контроль бар деген. Міне қарап отырсаңыздар біріншісі тұр, иә, контроль бар деген тұр. Осы жерден өзіңізге ұнаған нені таңдап алсаңыз болады, жаңа басқару мәзірін таңдап алсаңыз болады. Осы басқару мәзіріне басқаннан кейін қараңыздар, мына жерде өздеріңізге керекті жаңағы батырмаларды іске қосып алсаңыздар болады. Яғни аудионың батырмасын, мына жерде егер сіз ген план салатын болсаңыз, ген план дейді ғой, мысалы үйдің проектісі, соны салатын болсаңыз, мына жерге ген проектінде галочкасын қойып, оны да жазсаңыз болады. Осы жерден таңдайсыз, осы плагинді іске қосып сақтасаңыз болды, сізде жаңағы басқару мәзірі іске қосылады. Енді мен осы турға нені қосайын, мини фото галереяны қосайын, мына тұсқа қосайын қазір. Ол үшін біз стиль батырмасына барамыз. Стиль батырмасына барғаннан кейін мына жерде галерея дегенді таңдаймыз. Екінші галереяны таңдайық. Яғни мен бұл жерде үстіңгі жағына қойсам ба деп тұрмын. Мына жерден өзімізге қажетті фото суреттер, мысалы мынаны таңдайын. Одан кейін мына сары автокөлік таңдайын. Одан кейін жаңағындай кейбір фотоларды көрсетпеуі мүмкін, ашықпай беріп, ондай кезде басқа фотоны таңдайсыздар, не болмаса пайнтпен жаңағындай несін кішірейтсеңіздер болады. Енді фото галереяны таңдадық. Осыдан кейін жаңағындай сайтты мен қосып көрсетейін. Сайтты қосу үшін мына жердегі веб-сайт плагин таңдайсыздар. Оны таңдағаннан кейін мына жерден үстіңгі жағынан контроль істеген жерден сіздер кнопканы таңдау керексіздер. Кнопканы таңдайсыздар, мысалы иконканы таңдайсыздар. Мына жерде иконка мен Instagram дегенді таңдайын. Мына жерде 0-де 0 болып тұр ғой, енді 200-де 200 деп иконканың размерін қойайын. Мына жерде мына мәзірге басамыз да веб-сайт бокс деген жерден кнопкамызды қосамыз. Енді мына жерге URL дейді, колледжіміздің сайтын, не болмаса сіздер мектептің сайтын, мектептің эмблемасын қойып, мектептің сайтын қойсаңыздар да болады. Мысалы, осылай сақтайық. Сонымен біз қазір кішігірім былай жоба жасап шығардық, сіздермен бірге отырып. Қайсысын қалай қосу керек? Былайнан енді бір-екі рет жасап көрсеңіздер, ешқандай қиындық жоқ. Сіздермен бірге жобаны жасайтын болам. Көмектесем сіздерге қолымнан келгенше. Қазір визуалды көрініске ауыстырайын. Бізде көріп отқандағыңызда, мына жерде жаңағы сайтымызға жол көрсететін жаңағы иконкамыз ашылды. Мына жерде өзіміздің мектебіміздің, яғни біздің колледжіміздің сайты. Бұны мына жерден оң жағынан бұрышынан бассаңыздар кетеді. Мына жерде мини фото галереямыз ашылды, үстінде. Бұның артындағы фондарды да өзгертуге болады. Атау жазсаңыздар да болады. Мына жерге біз видео қостық. Мына жерде мысалы аудиомыз бар. Ол автоматты түрде қосылады. Өшіріп тастаңыздар да болады. Мына жерде кемеміздің жаңағы жақындатып көрсетуі. Мына жерге стрелка қойдық, келесі көшеге бару үшін.
Көрініп тұр ғой сіздерге экран, иә? Мысалы, келесі көшеге барамыз. Ал егер мынаған басатын болсақ, міне артқа қайту дейді. Жаңағы жерге қайтадан артқа қайтып кететін боламыз. Енді мына жерге басатын болсақ, біз өзіміздің жаңағы ресторанымызға кіреміз, иә? Мына жерде видеомыз автоматты түрде қосады телевизорда. Мына жерге бір фото қойдық. Сіздер қабырғаға да фото қойсаңыздар болады, мына жерге бір картинканың орнына, мысалы, өздеріңіздің бір стендтарыңызды қойсаңыздар да болады. Басқару мәзіріміз мына жерде тұр. Осылайынан сіздерге 10 панорамалық суретпен осындай кішігірім виртуалды экскурсия жасасаңыздар, сіздердің жобаларыңыз болып саналады ол. Сол кезде енді нақты үйреніп аласыздар. Мына жерде егер мынаған басатын болсаңыздар, мына вес экран, иә, міне, мына вес экран, толық экранға ұқсап мына жерде басатын болсаңыздар. Біздің панорамалық суреттеріміз. Басқа бар ма сұрақтарыңыз? Түсінбеген жерлеріңіз болса, жаңағы шаблонды енгізу бойынша. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ па? Сол шаблонды бір бас жағын қайталап жүрсем, бас жағында дұрыс интернеттің 5 рет кіріп 5 рет шыққан. Сіздің интернетіңіз бүгін дұрыс істемей тұр ғой, мен сіздікі ғана емес, жалпы бәріміздің де интернетіміз кішкене нашарлау болып тұр. Бас жағында қалғандарыңызды сұрақ. Шаблонды енгізу үшін былай істейсіздер. Қазір мен мынау жобаның өзін толықтай нетейін, жауып тастайын, сізге басынан бастап көрсетейін, шаблон енгізуді ғана. Сіздерге түсінікті болу үшін. Программа ашылып жатыр, көрініп тұрсыздар ғой, көріп тұр ғой, барлықтарыңызға. Программаны ашылған, иә? Иә, көрініп тұр. Міне қараңыз, мына жерде шаблонды қосу үшін сіздер неге барасыздар? Яғни мен мына жерге қазір бір панорамалық суретті көрсетейін. Шаблон сіздерге не үшін керек екен, айырмашылығын, иә? Мысалы, мынаны таңдайын. Енді қараңыздар, сіздер жаңағы point батырмасын пайдаланатын болсаңыздар, бұл жерде шаблонсыз пайдаланатын болсаңыздар, иә? Яғни бір нүктені қойдыңыздар ғой мына жерге. Нүктені қойған кезде сіздерде мына жерде бірақ по умолчанию бірақ батырма шығып тұр, иә? Яғни бұл сіздерге өте тиімсіз. Сіздер мына жердегі стиль деген жерде, мынау add point деген жерден, мысалы, мына тұстан сіздер мына жерден бірнеше кнопканы қатар-қатар таңдай алмайсыздар да, сол себепті шаблон орнату керек. Шаблонды орнатқан кезде бұлай орнатасыздар. Мына панорамалық турды ашасыздар. Ол бірінші жасалатын дүние. Сіздер егер жоба жасайтын болсаңыздар, ол бірінші жасалатын дүние. Фотоны енгізіп алдыңыздар. Енгізіп алғаннан кейін стиль батырмасына барасыздар. Стиль батырмасына барғаннан кейін мына жерде астыңғы жақта қарасаңыздар, пресет деген вкладка тұр, міне, пресет деп тұр. Осы жерде load preset деген жазу тұр, міне. Осы load preset деген жерге басасыздар. Осы жерде мынау екіншісін таңдайсыздар. Color cross дегенді таңдайсыздар. Яғни бұл өте тиімді шаблон. Осы ертең более профессионально үйреніп аласыздар ғой. Енді үйреніп алғаннан кейін сіздер басқа шаблонды таңдасаңыздар да болады, өз ыңғайларыңызға байланысты. Мына жерде load деп басасыздар. Load деп басқаннан кейін бізде шаблон қазір енгізіледі загрузка жүріп. Мына тұсқа қарасаңыздар, сол жаққа қарасаңыздар, өзгерістер пайда болды, иә? Мына жерде бізде плагиндар автоматты түрде, міне плагиндар қосылып кетті, міне көріп отырсаңыздар. Осы плагиндарды алып тастаңыздар. Сіздер басқару мәзірі плагины, жаңағындай кнопка қосу плагины дегендерді сіздер өздеріңіз ручно қоса аласыздар. Қанша қосқыларыңыз келсе, сонша. Бұл жерде ең бір жаңағы шаблонсыз жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздер мынандай кнопкаларды, міне қараңыздар, қазір өтейін сізге. Мынандай кнопканы қатар-қатар қоса алмайсыздар да, шаблонсыз болса, бірақ кнопка қоса аласыздар. Ол сіздерге өте тиімсіз болып келеді. Сондықтан шаблон орнатқан кездерде сіздерде мынандай 4 түрлі не шығады,
point батырмасы шығады. Яғни керек емесін де осы жерден алып тастасаңыздар да болады. Керек емесін мынау X батырмасын басып алып тастасаңыздар болады. Шаблонды осылай енгізесіздер. Одан кейін турға барасыздар да, мысалы, жаңағы бізде мына жерде по умолчанию біреу ғана болып тұрды ғой. Қазір енді нүкте қоятын болсаңыз, сізде уже 4 түрлі кнопка автоматты түрде пайда болды, иә. Біреуі веб-сайтты ашуға арналған. Оны керек емес десеңіз алып тастасаңыз болады. Жаңағы стиль батырмасының жерінен X-ті басып. Одан кейін мынау load панорама дегеніміз бірінші фотодан екінші фотоға ауысып отыруды білдіреді. Ал мынау image дегеніміз фотоларды жақындатып көрсету, яғни фотогалереяны шатыстырмаңыздар. Бұл жерде осы иконканы қою арқылы сіздер фотоны жақындатып көресіздер. Видео дегеніміз жаңағындай видеоны да осымен қосуға болады. Тағы бар ма сұрақтарыңыз? Бұл оң жақтағы, яғни ол қызметі, иә, біз қойған кнопканың қызметі болады. Иә, сіз егер шаблон орнатпасаңыз, сізде мынандай бірақ фото тұрады, бірақ кнопка тұрады, load панорама деген. Сізге жаңағындай каждый раз фотоны стиль батырмасынан қойып отыру керек болады. Ол кезде фотоларыңыз жаңағындай дұрыс жасамайтын болады. Егер сіз ол жерде бірақ панорамалық суретті пайдаланатын болсаңыз, осы суретті ғана. Мысалы, мынандай идея жасағым келіп тұр сіздерге. Сакральный места деген бар ғой, қазір стендтер шығып жатыр бізде. Мысалы, Қарағанды облысын, сол жерде мысалы Қазақстанның картасын аласыздар да, әрбір қаланы алып қарасаңыздар, мысалы Қарағанды, Алматы, сол жерге, әрбір жерге, мысалы Қарағандының фотосын қоюға болады жаңа картаға. Алматыға жаңағы Алматының фотосын қоюға болады, не болса видеосын қоюға болады, сондай да жасасаңыздар болады, бірақ панорамалық суретпен, яғни Қазақстанның картасымен. Яғни ол сіздерде виртуальный стенд болып есептелінеді уже. Виртуальный стенд жасап жатсаңыздар да болады, солай ма? Шаблонды егер орнатпасаңыз, сізде мына жерде бірақ кнопка доступна болады да, сіз онымен екінші панорамалық суретте жұмыс жалғастыра алмайсыз. Яғни екінші панорамалық суретіңізде де сол фотоңыз шығып кете беретін болады қайта-қайта. Екеуі кезектесіп шығып тұратын болады, жаңа фото сайт сияқты. Енді түсінікті болған шығар шаблон не үшін керек екенін сіздерге, Жақсы. Load'ты бастым, бірақ андай кнопкалар шығып тұрған жоқ. Қандай кнопканы бастыңыз? Демонстрация экранына жасаңызшы. Мен қазір ақтайын демонстрация экранын. Сіздерге мынаның бәрін түсіну былай қиын болып кеткен жоқ па? Қаласаңыздар жай-жайдан түсіндірейін, тез-тезден түсіндіріп кеткен жоқпын ба бүгін? Негізі записпенен жақсы екен видео ютубта. Кеше мен сонымен отырып, кәдімгі досконально қарап отырып, паузаға қойып отырып істеп көрдім. Ол жақсы екен да. Запись жазылып жатыр, сіздерге лақтырылады чатқа сабақ біткеннен кейін. Өйткені бірден бір көрсеткеннен үйреніп алмайды ғой ешкім. Бірнеше рет басып. Түсініп отырамыз да, шамалдан кейін адам қай жерде деп іздеп отырамыз. Енді Жансая Сабырқызы, сіз ғой көрсетіп жатқан демонстрация экраны, сіз қандай сұрақ қойдыңыз жаңа? Шаблондар ана жаққа шықпайды. Жаңа сізде шығып тұрды ғой мына шетте. Иә. Енді сіз фотоның үстіне басыңыз, жаңағы турға ауысыңыз қайтадан. Фотоның үстіне басыңыз. Енді add point деген бір нүкте қойыңызшы мына тұсқа. Нүкте тұр ғой, соны түсіне басыңыз. Міне шығып тұр ғой сізде. Оны удалить етсеңіз, бүкіл осылай шығады, иә, барлығында жаңағы екінші шаблонды таңдасаңыз осылай шығады. Сосын spot style деген сізге керек емес, оны сіз стилдің ішінен жаңағы удалить етіп жасаңыз болады. Стильге барыңызшы. Үстіңгі жағында вкладка тұр ғой сізде стиль. Стильге барсаңыз, мынаны үстіге қаратай көтеріңіз. Иә, енді үстіге көтеріңізші. Үстіге қаратай, жоғары қаратай көтеріңіз. Мына бірінші тұр ғой, міне бірінші, поинттің астындағы біріншісі тұр ғой.
дисплей видео деген, иә, сол X-қа бассаңыз алып тастауыңызға болады жаңағы функцияны. Сізге қажет емес болса. Осы жерден қажет емес. Олар бірден бәрі басылмай ма? Ау, Мында тек қараңыз, мен біреуін бассам, біреуі шығып кетеді ғой. Жоқ, сіз бір кнопкаға ғана қызмет беріп тұрсыз ғой. иә, сіз қазір бір-ақ кнопкаға қызмет бересіз. Анан удалить етіп тұрсаңыз, X басып, default point spot'та. Иә, соны удалить етіп жасаңыз. Жоқ, мынау default point деп тұр ғой, соның жанындағы X-қа бассаңыз, иә. Сол. Да деп баса беріңіз. Міне сізде осы жерде, мысалы, осы 4 кнопка сізге жеткілікті бір виртуальный тур жасап шығу үшін. Былай жетіп жатыр. Сізде мынау Енді бұларды сізде версия 2-де 5 екен, иә, мына жерде. Аха. Енді басқа да қандай сұрақтарыңыз бар, құрметті әріптестер? Енді алмасайды солай, мынаның бәрін біз мысалы жасаймыз, иә. Жасағаннан кейін оны қалай көрсетеміз балаларға? Оны балаларға қалай көрсетесіздер? Сіздерде екі вариант бар. Балаларға қалай көрсетесіздер, иә? Сіздерде бірінші вариант, сіздердің жаңағындай календарный тематический пландарыңыз бойынша 10-шы мен 11-ші сыныпта ма, біреулеріңізде бар, иә, жаңағындай осы 3D панорамалық сурет бойынша жаңартылған бағытта, иә, обновленкада, по-моему, иә. Енді ол кезде балаларға көрсеткен кезде сіздер жаңағындай основной экрандарыңызда, основной компьютеріңіз бар ғой, өзіңіздің кабинетіңіздегі. Сол арқылы жаңағындай визуалды түрде көрсетсеңіз болады. Жаңағы неңізді, жасаған турыңызды, жаңа мен сіздерге көрсетіп отырдым ғой. Солайынан көрсетуге болады. Не болмаса сіздер үйде дайындап әкелген жобаларыңызды көрсеткілеріңіз келеді ғой, балаларға мысалы. Оны көрсету үшін сіздер арнайы түрде сайтқа енгізу керек боласыздар. Сайтқа енді ол публикация сайта мен сіздерге ертең көрсететін боламын, публикация сайта қалай жасалынатыны. Егер сіздерде жаңағындай сайт болмайтын жағдай болса, мына жерде қараңыздар, міне мен сіздерге қазір көрсетейін, демонстрация экраны жасап. Бұның бәрі бізде бұл турдың бәрі мынау неде сақталады ғой, компьютер изображение, иә, міне. Міне көрдіңіздер ме? Бірінші тур деп бізде Google браузері сақталып тұр, иә. Негізі осының үстіне басқан кезде, HTML документінің үстіне басқан кезде, бізде жаңағы визуалдық турымыз көріну керек. Жаңа мен сіздерге көрсетіп отырған. Мына жерде көрдіңіздер ме? Бізде ошибка шығып тұр. Неге? Өйткені бізде дәл қазір хостинг жоқ, иә. Ол үшін сіздер жаңағы интернеттен бір айға тегін хостингті алып, сол жерге файловый менеджердің ішіне осы жердегі документтеріңіздің бәрін архивировать етіп соған салып аласыздар. Сосын путь көрсету арқылы сіздер кез келген жерде көрсетулеріңізге болады. Яғни бұны көрініске шығару, жаңағы публикация сайта дейміз ғой, сол кішкене қиынырақтау жұмыс бұл жерде. Оған да бізде біраз уақыт кетеді, ертең сонымен айналысатын боламыз. Ал егер енді балаларға нақты көрсетем десеңіздер, жаңағындай не секілді көрсетсеңіздер болады, өздеріңіздің рабочий компьютерларыңызға орнатып алып, жұмыс орнындағы сол жерден жасап көрсете берсеңіздер болады. Ал енді жаңағы мектептің музейін жасап, оны сайтқа шығарам десеңіздер, сіздерде енді инженерлер бар шығар, жаңағы сайтқа документ алмастырып салып отырған, жаңартып отырған. Сол кісілерге көрсетсеңіздер, жаңағы видеоны ертең мен бүкіл файлды қалай жинақтап алып, сайтқа қалай салам, соны осылай салып бер десеңіздер, сіздердің жасаған жобаларыңызды ол кісілер сайтқа салып беруге тиісті. Осындай екі түрлі нұсқасы бар бұның. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Жақсы, рахмет. Яғни ол сайтқа салғаннан кейін сіздер мысалы кез келген интернет бар жерден көре бересіздер да, сайтқа кіріп сол жерден қарай берсеңіздер болады. Виртуал турлар. Сол ғой, балалар просто өздері жасаған ғой, енді олар да хотят опубликовать. Енді мақтанып неткісі келеді ғой жұмыстарын. Бірақ оны чисто жай ғана мен ғана көремін болды. Иә, енді соны сайтқа бір салып аласыздар ғой. Сайтқа бір салып алғаннан кейін жаңағы мысалы қараңыздаршы, мен қазір демонстрация экранынан қосылып тұр ғой, мен. Міне мысалы мен қазір сайтқа салып қойғам мына жерде мысалы. Виртуальный экскурсия, по колледжу деп тұр, мына жерде. Осыны сайтқа салып алғаннан кейін мысалы
бір рет салып қоясыздар, сайтқа каждый раз салудың қажет емес. Бір жобаңызды аяқтап, нақты түрде біткеннен кейін, жаңағындай бір рет салып қоясыздар. Салып қойғаннан кейін, мысалы, мына жердегі үстіндегі адресіне міне ссылкамыз тұр ғой, міне үстіндегі ссылка. Осыны мысалы WhatsApp-пен де жібере сап, көре берсеңіздер болады, любой жерден интернет болса болады, самое главное. Кез келген жаңа смартфон құрылғысымен де, жаңа компьютермен де, кез келген жерден кіріп көре берсеңіздер болады. Самое главное, бір рет жаңағындай сайтқа салып, файловый менеджердің ішіне салып қойсаңыздар болды. Виртуалды турларыңыз жұмыс істеп тұра беретін болады одан кейін. Көрдіңіздер ғой. Осылай істесеңіздер болады. Бұл жерде 360 емес екен, иә? 360 емес, бұл жерде жай смартфон фото суретін пайдаланып түсірген фотолар. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, өйткені бізде ертеңнен бастап жоба басталады ғой, жоба жасаймыз. Жоба туралы сұрақтарыңыз болса, қойып алыңыздар. Бізде әлі Алмас Айдос осы. Ренжімесеңіз, PDF-ті жаңа PDF-ті қалай не етеді, бас жағын тағы бір көрсетіп жібересіз, ренжімесеңіз. Менде де жаңа бас кезінде связь қайта абырып аласыз. Енді PDF форматты қалай салу керек? Қазір мен демонстрация экрана қосайын. Еш қысылмаңыздар, барлығын сұрай беріңіздер. Бұл жерде қысылуға болмайды, яғни сіздерге үйрету мен міндетім ғой. Сондықтан сұраңыздар, қысылмаңыздар, әрдайым үйретуге мысалы дайынмын. Енді бұл жерде PDF документті салу үшін сіздер жаңағы өзіңіздің панорамалық суретіңізді енгізіп аласыздар, иә, мысалы мына жерге мен қазір жоғарыға қойғанмын. Міне мысалы мына жерде мысалы телевизорды ойнатуға болады, иә, мысалы мына жерде құжаттар жатыр екен, мысалы мына құжат қандай документ екенін мысалы осы жерге қойып көрейік PDF суретімізді, иә. Документтер жатса болды, қазір оң жақтан кнопка шығарамыз да, қандай документ екенін қазір көрсетеміз сіздерге. Енді қараңыздар, бұл жерде PDF суретті қою үшін стиль батырмасына өтесіздер. Стиль батырмасына өткеннен кейін мына оң жағыңызда, міне қарап отырсаңыздар, плагиндар тұр, міне. Контроль бардан басталады, Weavers деген плагиннан аяқталады, яғни көздің суреті тұр, иә, қарап отырсаңыздар. Ол плагин жоқ болып тұр менде. Қалай нетуге болады, кіргізуге болады, енгізуге? Осы плагин жоқ дейсіз ба, PDF-тің плагины? Сол жоқ болып тұр аха менде. Демонстрация экрана жасап берші, көрейік. Мен неде тұрмын ғой қазір, соткамен отырмын. Компьютермен. Көрсете берейін бе былайынан? Көрсете беріңіз, я жарайды, көре берейік, не болып тұрған сізде. Ол өйткені болу керек, ондай жоқ деген. Жаңағы стиль батырмасына сізде компьютерда демонстрация экраны істемей тұр ма? Компьютеріңіздің өзінде? Zoom жоқ па әлде компьютеріңізде? Көрмәзге? Жоқ, сіздің даусыңыз үзіліп, ешқандай еш нәрсе көре алмай жатқан, өкінішке орай. Көре алмай жатырмыз. Жаңа көздің суреті бар вкладка бар ма өз сізде? Шығып кетті ғой ме қатысушымыз, е? Интернет слабый болып тұр ғой ме өкісінде. Жаңа сізге әрқартай жалғастырып көрсете берейін. Қазір көрініп тұр ғой, программамыз, е? Ау. Свет нашар болып тұр, сіздің неңізде үзіліп кетіп, қайта шығып кетіп қосылып тұрмын. Сіздің интернетіңіз слабый болып тұр екен. Мына программада мына көздің суреті тұр ғой, сол көздің суретіне бір рет бассаңыз, мышкаңыздың сол жағын. Осы жерге бассаңыз, сізде міне PDF box деген міне бірінші батырма тұр. Осы батырманы екі рет таңдаймыз. Жаңа PDF форматты қалай салу керек деп сұрадыңыздар ғой. Мен соған қазір сіздерге қайтадан көрсетіп жатырмын. Осы жерде мысалы сіз фоновый суретті түсін өзгертсеңіз болады. Одан кейін бұны таңдап болғаннан кейін сізге міндетті түрде PDF документті салу үшін мынау контроль деген екінші вкладкаға барып, мына оң жағындағы плагиндардың ішіндегі осы жерден Simple Button деген мынау қарапайым кнопканы таңдайсыздар.
осы қарапайым кнопканың үстіне 2 рет басасыздар. Мынау бірінші файл деген жерге сіз жаңағы PDF форматтың иконкасын таңдайсыз, яғни мынаны таңдап көрсетейін. Осыны таңдайсыз, мына жерге мысалы документтің атын жазсаңыз болады. Мен жай доп дей салайын. Мына жерге иконканы 100-100 немесе 200-200 деп қойсаңыз болады. Мынау үстіңгі жағында ол сізде ортадан шығу керек па, не болмаса сол жақ, үстіңгі жақ бұрышынан шығу керек па, енді ол өзіңіздің ыңғайыңызға қарай таңдайсыз. Мына жерде міне мына жерге басасыз, мына жерде options on click деп шығып тұр ғой, міне триггер етті. Осы жерде осы мәзірдің үстіне басасыз бірлеп. Сіз жаңағы PDF плагинді орнатқандықтан сізде міне мына списоктың ішінде плагин PDF box деген шығып тұр, иә? Осының үстіне басасыз да, мысалы, окей батырмасын басасыз. Окей батырмасын басқаннан кейін сәл тосасыз. Қазір. Қазір мен сізге қайтадан көрсетем. Тұра тұрыңыз мынау. Көрініп тұр ғой экран, иә, барлықтарыңызға? Иә, көрініп тұр. Жаңағы жерде мен списоктың ішінен екінші нені таңдауды ұмытып кеттім. Содан кейін мен лақтырып жіберді ғой. Міне бір панорамалық суретімізді таңдап аламыз, мысалы, кез келген, таңдай салайын, кез-келген болу үшін. Енді осы жерде мынау стиль батырмасына басамыз. Стиль батырмасына басқаннан кейін мынау Weavers деген жердегі PDF плагинін қосамыз. PDF плагинін қосқаннан кейін, мысалы, өзіңізге қажетті жерді таңдайсыз, мысалы, мына жерден таңдайсыз ба, жоғары жақтан шықсын ба, ортадан шықсын ба, өзіңіз көресіз оны. Одан кейін Controls деген екінші плагиннің ішіндегі Simple Button деген кнопканы таңдайсыз. Осы кнопканы таңдағаннан кейін иконканы таңдайсыз бірінші. Бірінші файл деген жерде, мысалы, мынау иконканы таңдаймын. Иконканың размерін қоямыз, мысалы, 200 деп қойсаңыз болады. Немесе 100 мегапиксель деп қойсаңыз болады. Одан кейін мына жерге басқан кезде, қараңыздар, мен жаңа біріншісін басып, окейді басқан кезде мені программа автоматты түрде лақтырып жіберді. Ол, значит, дұрыс қадам жасаған жоқпын деген сөз. Мына жерде үш бұрыштыға басып, мынау display PDF файл деген өзіне басамыз. Сосын окей батырмасын басамыз. Окей батырмасын басқанда сізде қосымша мынандай настройка шықты, қосымша баптау шықты. Осы жерде сіз файл деген жерге 3 нүктелі кнопканы басасыз да, мысалы, PDF документімізді таңдаймыз. Осыны таңдап болғаннан кейін, мен жаңа проекттің өзін сақтаған жоқпын ғой. Мына бульт батырмасына барып, мына жерге немізді, проектімізді сақтап аламыз. Қосымша микрофондарды өшіре тұрсаңыздар, кішкене. Мәне сақтап алды, визуалды түрде көретін болсақ, қазір біздің PDF иконкамыз мынау сол жақ бұрыштан шығып тұру керек. Мәне өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, PDF суретіміз мәне сол жақ бұрыштан шығып тұр. Егер осының үстіне басатын болсақ, бізде сол жақ бұрыштан мәне PDF документіміз ашылып тұр. Соның размерінде өзгертуге болады, яғни ортадан ашылатын қылдырып қойсаңыздар да болады, жаңағы мына тұстан өзгерте бересіздер, размерін, мегапиксельдарын мысалы. Мына жерде 200 деп, мына жерде мен мегапикселі бұл, жаңағы иконканың мегапикселі. PDF box деген жерден, мысалы, өзгертсеңіздер болады, мына жерден қойып. Мысалы, қазір мен қойып көрейін, 0 деп тұр ғой мына жерде. Мысалы, 500 деп қойып көрсек, қазір қандай өзгерістер болады екен, байқап көрейікші. Кешіріңіздер. Ауырайын деді ғой, мына жер суықтау екен кішкене. Мынау астыңғы жағынан шығып тұр. Жаңа 500 мегапиксель қойған кезде, астыңғы жағынан шығып кетті бізде. Яғни бізге міне үлкен навес экран қойған кезде, міне ортаңғы жағынан шықты. Сондықтан размерларын бәрін сол тұстан сіздерге өзгертсеңіздер болады, өздеріңізге қажетті размерлерді. Енді мынау мегапиксельдерді анықтап өзгертесіздер ғой.
мысалы 400-ді қойып көресіздер, 300-ді қойып көресіздер, мысалы соған байланысты өздеріңізге қай мегапиксель ұнайды, сол пиксельдермен қойып көресіздер. Документ. Егер документтің үстінен тұрған кезде PDF шығу керек, сол қалай болады? Документтің үстінен PDF шығу керек деп отырсыз, сіз? Мысалы, бір партаның үстінде PDF жатыр, документ жатыр, соған барған кезде PDF ашу керек. Оны да қазір мен жасап көрейін сіздерге, қалай болады екен. Негізі ондайды жасап көрмеппін жаңағы документ үстінен. Жаңа мен бірінен алдым ғой, сол суретті алайық, столдың үстінде документтер жатты ғой, соған алып қойып көрейік. Қазір ол үшін біз бағана қайсыны алдық? Мынаны алдық қоймын. Мына осыны алдық, осыны алғаннан кейін бізде мына жерде нүкте тұрды, Енді біз стильге барып, өзіміздің немізді енгізіп алайық, қазір шаблонымызды. Негізі ол да мүмкін жасауға. Болу керек ондай мүмкіншілік. Color Cross батырмасын басып, өзіміздің шаблонымызды енгізіп алайық. Енгізіп алдық, шаблонымызды. Енді енгізіп алғаннан кейін мен қажет емес плагиндардың бәрін мына жерден алып тастадым. Енді өзіме қажетті плагинді қоямын. Мысалы, мына жерге Weavers PDF-ті қойып көрейік. PDF-ті қойып көрдік. Енді қойып көргеннен кейін тур батырмасына барайын. Енді нақты қазір осы жасап жатқан документтің үстінен шыға ма, шықпай ма, ол нақты қазір белгісіз. Мен қазір өзіме де жаңағыдай не болып отыр. Практикалық жұмыс сияқты. Енді осы жерге мен қосайын. Мысалы, қостық, Мына жерде біз display image десек, қазір бізде бұл не болып кетуі мүмкін, фото болуы мүмкін. Ол үшін PDF болу үшін, наверное, стильге барып, display image деген жерден мына жерден бізден қазір PDF шыға ма екен, шықпай ма екен. Мына PDF деген шығып тұр, PDF деп қойып көрейік. PDF деп қойып көрдік. Енді осы жерге жаңағы өзіміздің PDF документімізді таңдап көрейік. Міне таңдадық. Мына жерге мен жай жазайын, doc деп, мысалы, doc. Енді сақтап көрейік. Енді білмеймін, бұл нақты қазір шыға ма столдың үстінен PDF документіміз. Енді жасағанымызға байланысты шығу керек, негізі. Загрузкамызды жіберіп жатырмыз. Загрузкамызды жібергеннен кейін қазір мен сұрайын. Кухняға да кетіп қалдық қой, былайға біздің документіміз. Міне документтің үстінде өздеріңіз көріп тұрғандай фотоның иконкасы тұр, Осының үстіне бастық, яғни PDF документіміз біздің шықты, яғни осындай документ жатыр деген сияқты келтірсеңіздер болады. Ана иконканы өзгертіп саламыз ғой сосын, Иконканың түсін өзгертіп саламыз ғой. Иконканың түсін бұлай өзгертсеңіздер болады. Жаңа стильден өзгертеміз, стилдің ішінен өзгертесіңіз болады. Қажетті иконкаңызға, мысалы, қандай иконка қажет, соған қойсаңыз болады. Жаңа PDF деген иконка жоқ қой. Бұл жерден PDF-ті қоя алмайсыздар. PDF-ті иконканы тек қана жаңағы жоғары жақтан егер ашатын болсаңыздар, дополнительный мынау контроль бутон деп тұр ғой, осы жерден кнопка қоятын болсаңыздар ғана қоя аласыздар. PDF-тің иконкасында. Сайдосұлы, сұрақ, мынау енді біз 3D панорама тур жасаймыз ғой. Сосын мәзір қалай жасайды? Бірінші этаж, екінші этаж, немесе тағы басқа дегендей. Онда жасауға болады ма? Меню? Мәзір дейсіз ба? Қандай мәзір жасау керек болады сізге? Бірінші этаж, екінші этаж деген мысалы сіз... Мысалы жаңа біз стрелкамен кірдік қой, есть мәзір, мысалы. Бірінші этаж, екінші этаж деген списоктар тұрады, соған бассақ, соған кіреміз деген. Стрелкасыз ауышқыңыз келіп тұрсыз, не?
Иә, мәзір мен алып. Былайынан істесеңіздер болады. Мен қазір мынаны алып тастайын. Жаңағы PDF-іміздің несін алып тастайын. Енді бұл жерде қараңыздар, турға басайық, иә? Мысалы, мына жердегі кнопканы алып тастайын мен, артық нәрселердің бәрін алып тастайын. Бұл жерде қараңыздар, мына фото. Мынау бізде фото 3 дегеніміз, мысалы, 3-ші этаж болсын, иә? Солай елестетейік өзіміз, 3-ші этаж болсын. Енді мына жерде фото 2-міз 2-ші этаж, фото 1-міз 1-ші этаж болсын, иә, мысалы. Міне, фото 1, фото 2, мына жерде ордер деген жерден жаңағы біздің неміз бірінші фотодан басталу үшін рет-ретмен қоюымыз керек мына жерде. Әйтсе қазір фото 2 дегеніміз бірінші кезекке кетіп қалатын болса, бізде визуалды түрге ауысқан кезде ол екінші фотодан бастап кетеді, бірінші фотодан емес. Енді қараңыздар, бұл жерде мәзір қою үшін неге барамыз? Стиль батырмасына барамыз. Стиль батырмасына барғаннан кейін мына жерде галерея деп тұр ғой, міне. Галереяға басамыз. Галереяға басқаннан кейін неге басамыз мынау? Ана жерде меню деп тұр ғой, оламыз ба? Қай жердегі менюді айтасыз? Сол міне, image zoom, сол меню. Осы жерден де таңдау болады, иә, міне. Мен жаңағы осындай менюді, иә, жазумен берілген менюді айтып. Бұл жерде еще группаға да бөліп істесеңіздер болады. Жаңағы менюлерін. Мына жерде жаңағы жазсаңыздар болады атауын. Қазір мен фотоларды қосып көрейік. Мына жерде фото қосатын. Мегапиксель. Үстінен көрейік қазір. Алдында группаға қосып істеген кезде шыққан, бірінші, екінші деп. Қазір сақтайық, сақтап көрейік қалай болып көрінеді екен. Жаңағы жерден мен біріншісінде таңдап атқан, ол кешіріңіздер, ол не екен, жаңағы мини фотогалерея дейді ғой. Яғни ол турдан турға ауыспайды ол жерде бізде. Жай ғана бер жаққа шығарып тұрады. Ал фотолар көп болғандықтан ұзақ түрде сақталады, иә. Так, енді визуалды түрде көрейік. Шығам екен панорамалық суреттеріміздің жаңағыдай пландары. Міне астында қарасаңыздар, міне фото 1, иә. Фото 2, фото 3 шығып тұр, бірақ бізге бұл жерге негізі желательно фотоның өзі көрініп тұрғаны дұрыс болады. Астыңғы жақтан тек қана атаулары емес, фотоның өзінің көрініп тұрғаны дұрыс болады мына жерде. Яғни ол көрініп тұру үшін бізге мына жерде настройкалар жасау керек. Бұл өз настройкасын, мына жердегі настройкасын кішкене шамалы ұмытып қаптым мына жерде. Ол фото емес қой, Айдос, Алмаз Айдос ғой. Жоқ, ол панорама ғой. Қарасаңыздаршы, міне панорамада міне бізде тек қана мына жерде көрсетіп тұр атаулары ғана, иә? Астыңғы жақтан көріп тұрсыздар ма? Бас көрші. Фото 2-ге бассақ, біз екінші панорамаға ауысып тұрмыз. Фото 3-ге бассақ. Осы жақсы ғой? Жоқ, анандай түрі бар да бұл жерде, кішкене әдемілеу түрі. Фотоның өзі де көрініп тұрады. Иә, фотоның өзі де көрініп тұрады. Панорамный фото көрінетін, иә? Иә. Аты емес. Аты да көрініп тұрады, жаңағыдай фотоның өзі де көрініп тұрады бұл жерде. Сондайды Может, мына жерден басқасын таңдап көрерсіз. Менюдің ішіндегі түрлеріне. Менюдің ішіндегі дейсіз ба? Жоқ, бұл жерде осыны таңдайды, міне осыны таңдайды. Осыны таңдағанай, мына жерде настройкалары бар. Оның кішкене есімнен шығып тұр қазір, қандай қазір есімде тұрып алайын. Мына жерде меню стиль дегенді бассаңыздар, мысалы мына жерде бірінші фото, екінші фото деген жазулардың бәрін ауыстыруға болады мына тұста. Мына жерде дисплей осыған галочка қойып қазір. Енді көрейікші. Негізі фотоның өзімен шығып тұрған әдеміректеу болады да. Мына жерде көрдіңіздер ме, ұзарып кетті, жаңа қысқа болып тұрған, мына жерге галочка қойып еді, ұзарды бұл. Рамкасын несімен бірдей деп деген сөз. Ал панорамыз деп көрейік. Дисплей ал панорамыз деген. Мына жерде көрдіңіздер ғой, қай настройкасын өзгерткен.
Жоқ, сонда да болып тұрған жоқ, фото 2, фото 3. Енді мен сіздерге қазір группаға бөлу арқылы көрсетейінші, солайынан негізі ыңғайлы болады ғой деймін. Негізін аны қарастырып көру керек екен, мен қарастырып көремін, ертең сіздерге қалай фотомен шығатынын дайындап алып келемін. Мысалы, мына жерде өткенде сіздерге группаға бөлу арқылы көрсеттім. Мына группаға бөлу үшін бізге мына жерде бүйтіп выделять етіп аламыз, выделять етіп аламыз да, осайынан группаға бөлеміз. Мына жерде мыналарды выделять етіп аламыз да, мышканың оң жағын басып, осайынан группаға бөлеміз. Енді міне екі группаға бөлінді, екі группаға бөлінгеннен кейін қазір форманы сақтап көрейік. Жаңағы жерде сіз дұрыс айтасыз, үстіңгі жағынан негізі чем атаулар шығып тұрғаннан көріп, фотоның өзі де көрініп тұрған әдемірек те болады. Мына жерде бұлайынан шығып кетіп тұр қайтадан. Фото 1, фото 2. Қазір стильге барайықшы. Өткенде осыны алғашқы оқу кезде сіздерге былай көрсеткенмін, фотосымен шығып тұрды ғой сіздерде, ауыстырған кезде, алғашында көрсеткен кезде. Жақсы, бұл сұрақты мен сіздерге келесі сабаққа дайындап әкелетін боламын. Ана жерде қараңызшы, мини опшнда button connect. Title only деп тұр, сол жерді таңдау керек қой деймін астында. Мына жерді айтасыздар ма? Иә. Көрейік таңдап, шамалы ұмыттық сұрақтаппын мына жерде. Алдында мен бір сабақ көрсеткен кезде сіздерге группаға бөліп салған кезде, міне енді шықты, осы жерден таңдайсыздар ма? Дұрыс болды. Яғни бізде мына жерден қазір бізде біріншісінде мынау тұрды ғой, жаңа титли only деген. Енді жалғыз соны қойыңызшы, там. Осыған қойып көрейін, сосын группадан алып тастап қойып көрейік, өйткені бүкіл фото былай жеке-жеке шығып тұру үшін. Мынау қазір группамен тұр ғой. Енді қазір мен группадан алып тастайын. Жаңағы жеке-жеке бөлініп тұру үшін. Мысалы, мынаны алып тастайық. Фотогалерея. Енді сақтап көрейік, қазір группаны алып тастадық. Бізде каждый фото, 7 фотоның барлығы негізі көрініп тұру керек. Группаны алып тастасақ, мүлдем көрінбей қалды, бізде. Так, қазір онда. Мына жерде ал группа емес, мына жерде ал панорамасы. Қараңыздар, мына жерде группаға қоятын болсаңыздар, группс деген таңдау керек екен. Ал группада емес панорамалық суреттер жеке-жеке тұратын болса, онда панорамас дегенді қойып көру керек. Сол кезде бізде жаңағындай неміз галереяны жеке-жеке шығу керек. Көріп отырсыздар, астынан жеке-жеке шығып тұр. Яғни бұл жерде фотолар көп. Мысалы, 4 фото жеткілікті сияқты ғой, үстіне негізі 4 фото қойсаңыздар, әдемі келеді. 7 фото болса, көп болып кетіп тұр. Астыңғы жағынан көп орын алып тұр. Енді оны үстіңгі жағына да қойып көрейік. Айдосұлы. Сұрай беріңіз, Шыға берсем бола ма? Бір срочно ата-ана үйіне баруымыз керектің қазір. Шығыңыз, құттап беремін сізге. Бұлай үйрендіңіз ғой өзіңіз, шамалы болсын. Мен запистан жасап көрем ғой, кеше солай жасаған ана үй жұмысын бәрін. Жақсы, Сау болыңыз, рахмет. Көрдіңіздер ғой, жаңа құрметті әріптестер, мына жерде мен размерін өзгерттім, жаңа астыңғы жағында үлкен болып тұрды ғой. Размерін өзгерткен кезде уже бізден үстіңгі жағынан размеріміз кішкентай болып шықты, Мысалы, бірінші мына суретке ауысуға болады, одан кейін мына суретке ауысуға болады деген сияқты. Ол размерді Осай демей, үлкен болып тұрғаннан көрі.
Яғни қараңыздар, мына жерде қатты бір мән беретін жағдай жаңағы екі функция екен, галереяны таңдағаннан кейін сіздерде фотоларыңыз, яғни мына жерде группада болмайтын болса, группаның ішінде болмайтын болса, онда сіз жеке-жеке болатын болса, панорама деген өзін таңдайсыздар. Мына жерде меню options деген жерден жаңағы осы функцияны таңдайды екенсіздер. Фотоларыңыз жаңағындай жеке-жеке шығып тұр үшін. Жақсы, құрметті әріптестер. Барлығымыз бірігіп әйтеуір галереяны қалай салу керек екенін үйреніп отырдық. Енді бұл жерде көп нәрсе мен миымда қала бермейді ғой, мен көп жиі жасамайын да бұны. Иә, шатасып кетеді екенсің негізі. Ағылшын тілінде болғандықтан кішкене қиындықтар туғызады арасында. Бір галочканың өзі көп жаңағыдай мағынаны беріп көп түсті. Қандай сұрақтарыңыз бар? Мына сіз фото 5-ті нетіп тұрсыз ғой, соның мына жағында name деп тұр ғой, фото 5 деп. Иә. Соны өзгертсе, өзгере ме панорамада, әлде обязательно ана жерден суреттің атын өзгерту керек па? Каждый фотоны өзгертіп көрейік, иә? Мына фото 5 алмас деп тұр, иә? Міне. Мына жерге, мысалы, алмас 1 дей салайын. Сол кезде қараңыздар, міне. Енді мына жерде фотоны атауы өзгеріп кетті, иә? Яғни фотоның өзін осы жерден де переименовать етуге болады екен. Алмас 1, алмас. Енді визуалды түрге көшейік. Жаңағы фото 1, фото 2 деген жерде галереяда жаңағы біздің қойған. Сол жерде жаңағы жазылып тұру керек. Міне. Алмас, міне алмас 1. Яғни сіз мына жерге жазуыңызға болады. Бірінші этаж, мысалы, кафе мына жерде, екінші этаж, мысалы, не деп, немене өзі бізде тұрған панорамалық суретін. Саябақ деген сияқты. Гүлдер көп екен да. Каждый фотоның атауын өзіңізге жаңағы суретке байланысты өзгертіп жазсаңыздар болады. Енді жоба жасауға былай дайынсыздар ма негізі? Иә, дайынбыз. Енді керемет, қатты қиындығы жоқ, иә, программаның құр ағылшын тілінде болып, жаңағындай көптеген нелері бар, жаңағы галочкалар, өзгертетін жерлері, сондай жерлері кішкене қиындықтар туғызады. Бірақ өткенде мен сіздерге жібердім ғой, YouTube канал WhatsApp-тан, иә? Михаил Зорин деген кісінің видео уроктары бар, осы Панатур бағдарламасы бойынша. 8 минуттық, 13 минуттық жеке-жеке. Сол жерден көп нәрсені үйренсеңіздер болады. Яғни ол жерде компасты қалай салу керек, жаңағы ген планды қалай салу керек, соның барлығы сол жерде көрсетілген. Енді бұл жерде ең бастысы мен сіздерге бір турдан екінші турға ауысып, видео медиа файлдарды қалай қосу керек, содан кейін жаңағындай сайттарды қалай қосу керек, жалпы бағдарламада қалай жұмыс жасау керек, соны үйрету, иә, мен міндетім сіздерге. Енді әрқартай жаңағындай өздеріңіздің нелеріңізді толықтырамын десеңіздер, жаңағы YouTube каналдан жаңағы кісінікін көрсеңіздер болады, көп жаңа мағлұмат аласыздар ол жерде де. Мен мысалы сіздерге үйретпес бұрын, мысалы күнделікті сабаққа дайындаламын ғой, енді кешкісін, сол кезде дайындалған кезде сол YouTube канал арқылы көріп, өзім үйде практика жасап, сөйтіп өзім дайындалып келемін. Өйткені бұл жерде ағылшын тілінде болғандықтан көп нәрселер кейде қиындықтар туғызады. Жаңа көрдіңіздер ғой, мысалы фотоны сіздерде виртуальный экскурсия ертең жобаны жасаған кезде сіздер мына жерге қатар-қатар қоя салдым, сондықтан осы жерде қатар-қатар ауысады деген ой болмасын. Ол ең бастысы мына жердегі order деген жерден, міне order деген жерден, міне order деп тұр ғой, осы жерден қоясыздар. По порядку қоясыздар, сол кезде сіздердің жаңа панорамалық суреттеріңіз, жаңа кезекпен кезек өзіңіз қалаған суреттен басталатын болады. Енді бізде ертең жобаға кірсеміз. Ертең сіздерге енді шамам келгенше жаңағы нені публикация сайта бар ғой, соны дайындалып келем соған. Соны көрсететін болам сіздерге қалай жасау керек. Бір рет жасап қойсаңыздар болды, яғни сіз WordPress-те жасайын дедіңіз, иә, Маржан Аханова, иә? Иә, жасаймын. WordPress мектептеріңіздің сайты сонда ма, или қалай, өзіңізде жеке сайт бар ма? Мектептің сайты сонда тұғын, енді оның уақыты бітті, сосын біз новыйдан ашамыз деп, как раз музей биыл ашылған. Сіздер жаңағындай финанс компаниясында емессіздер, иә, жеке, иә, өздеріңіз? Жоқ. Иә, енді ол жаңағы... Постер кезеттен сатып алдық.
Енді ертең соны сайтқа салып көретін боламыз. Сосын сіз кез келген жерде жаңағы ссылка арқылы копировать ету арқылы жаңағыдай көрсете берсеңіз болады өзіңіздің жобаңыз. Соған байланысты жаңағы ертең мен сол сабаққа дайындалып келемін. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, құрметті әріптестер? Енді мына 10 панорамалық суретті интернеттен алып, міне менде тұр ғой, міне бәрі интернеттен алынған суреттер. Яғни өздеріңізде сондай суреттерді алып, жаңағындай виртуалды саяхат жасауымыз керек. Барлығымыз одан кейін қорғайтын боламыз оны. Ертең тікелей жаңағындай виртуалды саяхат жасаумен айналысамыз. Сіздерге жаңағы сабағым біткеннен кейін публикация сайтта енді бір сағатымыз кететін шығар, оған әрі кетсе. Одан кейін қалған 2 сағатта сіздер виртуалды жоба жасайтын боласыздар. Жобаның барысында жаңа сұрақтарыңызға толықтай жауап беріп отыратын болам. Демонстрация экраны арқылы жаңағындай көрсетіп сұрайтын нәрселерді сұрайтын боласыздар. Сонымен бірігіп виртуалды жоба жасап, одан кейін жаңағындай сертификаттарыңызды аласыздар. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Бізде әлі 20-23 минут бар уақыт. 23 минутты ертеңге қалдырайық та. Ондай деген болмайды ғой. Бізде көріңіз, оқу әдістемелік орталығы отырады, қарап отырады. Енді жаңа сайтқа байланысты бәрі сайтты салуды үйрендіңіздер ғой, практикалық жұмыс жасайық енді. Кішкене басып көрсеңіздер, тез үйреніп, жобада оңай болады сіздерде. Бір-екі адам практикалық жұмыс жасап көрсек, жаңағы сайтты қалай салу керек, PDF файлды қалай салу керек деген сияқты. Записіміз жазылып жатыр, запис жазылып жатыр ма деп сұрақ қойыпсыздар, запис жазылып жатыр. Записті YouTube-қа саламыз, сағат 3:30-нан кейін оқу әдістемелік орталығы өздері салады, өздері жібереді, сіздерге чатқа, сосын сол жерден көресіздер. Күннен күнге қатысушыларымыз азайып бара жатыр, сабақ қызықсыз болып бара жатыр ма сіздерге? Жоқ, наоборот, қызықты. Ау. Наоборот, қызықты болып келе жатыр. Қызықты болып келе жатыр. Қарасам қатысушыларымыз азайып келе жатыр да күннен күнге. Мынау өзі организаторымыз бәрі ауысып кетті ғой бізде мынау. Енді практикалық жұмыс жасап көрейік. Қайсымыз жасаймыз практикалық жұмыс? Хотя бір адам практикалық жұмыс жасасақ, сонымен уақытымыз аяқталады. Сонымен өзі бір 20 минут уақытымыз өтеді ғой. Жаңағы сізде PDF формат шықпай тұр дедіңіздер ғой біреулеріңіз. Жаңағы плагиннің ішінде жоқ дедіңіздер, иә? Сол табылды ма сізде? Табылған жоқ па әлі? Ол кісі шығып кетті ма әлде? Сұрақ қойған кісі. Ол кісі отыр, Ақнұр деген кісі. Ақнұр Пуштинбаева деген кісі, иә? Табылған жоқ, таба алмай отырмын әлі. Тағы да бір галочка ма бір нәрсесін нету керек қой деймін бұл жерде. Ешқандай галочканың керегі жоқ, ол плагиннің ішінде тұру керек. Сіз демонстрация экраны жасай алмайсыз, иә, қазір? Не, компьютеріңізде жоқ па? Ноутбукпен отқан жоқпын, мен соткамен отырмын. Өйткені ол ондай мүмкін емес та, сізде жаңағындай плагин жоқ деген. Бүкіл программада автоматты түрде орналасқан плагиндар. Сіз өзі біз берген программаны көшірдіңіз ба? Сол программаны орнаттыңыз ба? Или басқа жерден скачивать еттіңіз? Жоқ, сіз берген емес, басқасын орнаттым. Өйткенде оны не лақтырып жіберді. Онда басқасын орнатқанда сізде, может, версиясы басқа версия шығар, содан кейін таба алмай отырған шығар басқа жерде тұрған. Иә, версия 2.5.14 дейді. 2.5.14, сол версиясын қарастырып көру керек. Мен қарап келем, сізге ертең айтатын болам, PDF қай жерде орналасқан екен. Сосын тағы басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Енді 10 панорамалық сурет бәріңізде дайын емес қой, иә, қазір? Или дайын ба бұл? 10 панорамалық суретті ертең дайындап әкеңіздер. Ертеңгіге сіздерге тапсырма болсын. 10 панорамалық суретті дайындаңыздар. Содан кейін қосымша көрсететін видео, фото файлдарыңызды дайындаңыздар.
жанагы кай жерде көрсөтөсүздөр. Ол жерде сіздерге айтылмайды, енді өздеріңіз смартфонмен түсіріп әкпеңіздер деп қинап жатқан жоқпын. Интернеттен дайын панорамалық суреттерді аласаңыздар, алам десеңіздер, или өздеріңіз жаңағындай мектебіңізді көрсетемін, мектебіме осындай жоба жасаймын десеңіз, мектебіңізді түсіріп әкпеңіз. Қосымша жаңағындай материалдарыңызды дайындаңыздар. Каждый фотоларыңызды жаңағындай реттеп қойыңыздар. Мынау менің бірінші панорамалық суретім, мынау менің екінші панорамалық суретім. Бірінші сіздерде виртуалды экскурсияны жасағанда сіздерде өздеріңізде жаңағындай ой болу керек та, мен осылай келе жатып, мен мына жерге кірем, ол жерде мынаны көрем деген сияқты, одан шығып ана жерге барам деген сияқты, сол бойынша сіздер өздеріңіздің панорамалық суреттеріңізді реттеп ретімен қою керексіздер. Бұл бір. Одан кейін сол бөлменің ішіндегі қандай нәрселерді көрсетесіздер. Мысалы, стенд көрсеткіңіз келсе, стендті фотоға түсіріп әкеңіздер. Одан кейін жаңа музейдің ішінде экспонаттар болса, экспонаттарды жаңағы аллеядағы біздің батырымызға кім ескерткіш тұрды ғой, сізде аллеяда жаңағы Ұлытау көрсетіп едіңіз ғой бір аллеяны. Иә, сол ескерткіштегі кісінің жаңағы өмірбаяны туралы видеоролик болса, видеоролик дайындап, сол видеороликті көрсетсеңіз болады. Сол жерге жаңағы басқан кезде видеоролик шығатындай қылдыр. Жаңағы екі жағындағы тасқа жеке фото түсіріп, сол тастағы жазулар бір жақындатып көрсететін қылдырып істесеңіздер де болады. 10 панорамалық сурет дайындайсыздар, қосымша фотоларды дайындайсыздар. Одан кейін жаңағы алгоритмін жазып білесіздер ғой. Алгоритмін реттеп, жазып, ертең күні бойы жоба жасайтын боламыз сіздермен. Жоба жасап болғаннан кейін бүрсі күні жобаларыңызды каждыйыңыз жеке-жеке қорғайтын боласыздар. 5-ші күні мен дем алам, сіздерді тыңдайтын болам. Жобаларыңызды қорғайсыздар, сосын сертификаттарыңызды енді оқу әдістемелік орталық өздері жіберетін шығар. Қай кезде береді сіздерге, ол жағында менде артық мәлімет жоқ. Кешіріңіз, сізден сұрауға бола ма? Жаңағы 10 панорамалық сурет интернеттен аламыз ба, или өзіміз түсіреміз ба? Енді ол өзіңізге байланысты, дәл қазір интернеттен ала салам десеңіз, ала салыңыз. Мен сіздерді жаңағы. Ертеңге. Ау. Ертеңге өзіміз түсіреміз ба суретті? Сол ертеңгі күнгіге айтып отырмын ғой. Ертеңгі күнгіге өзіңіз жаңағы интернеттен панорамалық суреттерді алсаңыздар болады. Ал видео ше? Жаңағы мысалға мектептің несін түсірсем мысалға. Нешеу керек оған? Біреу ма, екеу ма? Енді ол сіздің жобаңызға байланысты. Сіз мысалы мектебіңізге қалай мысалы қандай жоба жасайын деп отырсыз қазір мысалы? Мектепте не істейін деп отырсыз? Иә, соған байланысты мысалы видеоны. Егер сіз интернеттен алып жасайын десеңіз, мысалы интернеттегі кез келген жаңа мен алып отырмын ғой, мысалы көшенің бойында жүру деген сияқты, ресторанға кіру, одан кейін магазинге кіру деген сияқты. Ол жерде өзіме керекті заттарды, жаңа фотоларды, видеоларды мен интернеттен скачивать етіп аламын да, мысалы соларды қоя салсам да болады. Ал енді қазір сіздер өздеріңіз жобаны жасағандықтан алғашқы кезде интернеттен алуларыңызға болады. Самое главное, бір рет жобаны жасап үйреніп алсаңыздар болды ғой. Одан кейін уже асықпай мектептеріңізді панорамалық суретке түсіріп, асықпай өздеріңіздің жобаларыңызға кірісетін боласыздар. Өйткені өздеріңіздің жобаларыңызды нақты не жасайтын болсаңыздар, жаңағындай даусым естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр. Мына жерде мен интернеттің значогы жоғалып кетіп тұр да, содан кейін сұрап жатырмын да сіздерден. Естіліп тұр. Нақты жоба жасаған кезде оған сіздерде 1 жұма, 2 жұма уақыт кетпейді, оған 1-1,5 айдай уақыт кететін болады нақты жоба жасаған кезде. Өйткені мектептің көлеміне байланысты болады, мектепке жасайтын болсаңыздар. Не болмаса, жаңа айтып отырдым ғой сіздерге, сакральный не жасауға болады, виртуальный стенд жасауға болады. Қазір виртуальный стенд деген мысалы ешқай жерде жоқ. Бұны сіздерге мысалы идея. Мысалы сіздердің мектептеріңізде бір қандай да бір стенд болатын болса, тура сол стендті фотоға түсіріп алып, сол стенд бойынша сіздерге виртуальный стенд жасап шығаруға болады. Жай ғана панорамалық сурет емес, ол жерде жай ғана текшіл фотоны алып, жаңағы стенд бойынша өздеріңіз фотоны, видеоны толықтырып сол жерден жазсаңыздар болады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар?
Ол мынау менің көркемім емес, не ма? Жалпы кейін болашақта деп отырсыз ғой, иә? Жаңағы виртуальный стенд. Болашақта, иә, виртуальный стенд, мысалы, қазір ешқандай оқу орнында жоқ ондай виртуальный стенд. Мен өзі кеше ғана бүйтіп ойлап отырмын да, немене жасасам болады екен деп. Бұл жаңағы ойыма түсіп отыр да. Мысалы, сакральный место өздеріңіз білетін шығарсыздар, бір картада жаңағындай біздің көне заттарымыз бар жерлер, иә, тарихи жерлер мысалы. Жай ғана мысалы Қазақстанның картасын алайық, сол жерде мысалы көне қалалар, мысалы Тараз деген сияқты, Түркістан облысы деген сияқты, сол жерлерді картадан көрсетіп, и сол жерлерге сіз қосымша фотолар, PDF документті қойып, мысалы сол жерге адам басқан кезде жаңағы қосымша фотосы шығады, видео файлы шығады, сосын PDF-та жаңағы қай жылы қала пайда болды деген сияқты. Сондай жасап шығарсаңыздар, негізі өте жақсы. Сайттарыңыздың бір бұрышына мысалы қойып қоясыздар. Виртуальный экскурсияңыз бір бөлек, жаңағы виртуальный стенд бір бөлек. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Бізде қатысушымыз азайып қалыпты, менімен 11 қатысушы отыр қазір, қалған қатысушыларымыздың бәрі. Интернеттері бүгін нашар болды ма, шығып кетіп отыр, де. Практика жұмыс жасайсыздар ма? Сұрақтарыңыз болса, қазір қоя беріңіздер, сұрақтарыңызға толықтай жауап берейін. Өйткені жаңағындай сабақ біткеннен кейін кешіріңіз. Алмасай досыл, сосын жаңағы 3D панорамалық сурет жасап жатырмыз ғой? Иә. Бізде енді менде фотоаппарат жоқ, ұялы телефонмен. Сол кезде анау книжный альбомный деген өз форматы бар ғой, суретке түсірудің. Соны айырмашылығы бар ма, жоқ, бәрібір ма? Өзіміз білеміз ба? Панорамалық суретте сізде қандай, сізде сотканы өзімен түсіретін болсаңыз, соткаңызда өзі панорамалық функция бар ғой. Иә, соған кірген кезде айырмашылық жоқ, иә, ол книжныйда тұра ма, жоқ, альбомныйда тұра ма? Сіз ол жерде, сіздерде екі вариант бар ма, не, соткаңызда панорамалық суретке салғанда? Екі вариантты сұрай ма жаңағындай? Жоқ, панорамалықта емес, мен жоқ, өзі панорамалық суреттер кішкене жалпақ болып келеді ғой, как альбомный сияқты. Мен алдымда суретке түсірген кезде солай бірінші соған қойып ап, сосын солай қойғам. Енді ойлап қоям, сол дұрыс болмай кете ма ертең деп жаңағы суреттерім. Или ол әсер етпей ма 3D панорамаға? Сіздің суреттеріңіз енді ол панорамалық суретке нетпейді ғой, сіз фотошоппен оны желімдедіңіз ба одан кейін? Жоқ. Дайындап алып келгем негізі. Ол онда бірақ біздің өзі жалпы. Ол онда сізде панорамалық проект, өзімнің проект. Иә, сіз жаңағы просто камераның анағы басында камера. Мені қараңыздар, мен сіздерге көрсетейін, иә, міне мысалына соткада панорамалық сурет, иә, көрініп тұр ма қазір сізде, мынау стрелканы көріп тұрсыз ғой. Сотканы тура осылай тігінен ұстайсыз, былайынан көлденең, ол жатқызып ұстаудың қажеті жоқ. Тігінен ұстайсыз да, мынау соткадағы стрелкамен фотоға түсіріп жылжыған кезде, мынау стрелка сізбен қоса бірге жылжиды, жаңағы соткадағы. Сонымен айналдырып түсіресіз, кабинеттің ортасында тұрасыз да. Сол кезде сізде сақина тәріздес, жаңағындай 180 градустық фотоңыз шығатын болады, панорамалық. Дайын. Мен ендеше былай қойып түсірдім, көрдіңіз ба? Мен былай ұстадым, значит, ол суреттің бәрі дұрыс болмайды ғой ертең, да? Былай ұстадым мен. Негізі тік ұстап түсіру керек фотоларды. Былай түсіретін болсаңыз, білмеймін, былайнан бізде стрелка төмен қарап кетеді ғой, оны ойып түсіретін болсаңыз. Сол бірінші камера қосқан бетте альбомныйды қойып алдым да, сосын сотканы былайынан қойдым, көрдіңіз ба? Сол ғой сұрап тұрғам, значит, ол қате, былай қойым керек. Книжныйға қойып, лучше осылай да? Негізі книжныймен түсіре беріңіз, я қалай бар, солай түсіріңіз. Сотканы өзі қандай настройка көрсетіп сізге солайнан, я. Өйткені солайнан ортасына келіп түсірсеңіз, бастаған нүктеңізге қайтып келу керек. Одан кейін мынандай не бар, сіздерге айта кетейін, жаңағы 360 градуста толықтай фотоға қалай түсіру керек. Ол үшін сіздер нені Play Market бағдарламасы бар ғой, соткаларыңыздағы. Енді айфондарда, App Store'да тоже бар шығар. Google Wave Street деген не бар, программа бар. Сол жерде сіздер толығынан 360 градусқа және 180 градусқа фотоға түсіре аласыздар.
панорамалық суретті жасай аласыз. Жаңа Play Market'ке кіріп, Google қалай қайталап жіберіңізші? қазір мен ссылкасын сіздерге жіберейін. Просмотр улиц деген ба? Ау. Просмотр улиц. Просмотр улиц деген, о жердегі суретті сақтап алсаңыздар да болады өздеріңізге. Сонымен жаңағындай, сонымен түсірдіңіз, е? Бірақ кішкене не, ол жерде қиындау жаңағы панорамалық суретке түсіру. Жоқ, жақсы. Каждый нүктені алу керек та, ол жерде. Астында тұрады, үстінде тұрады, жаңағы толық 360 градуспен 180 градусқа түсіру кезінде. Жаңағындай 180 градуспен де түсіре салсаңыздар да, ол да жетіп жатыр сотканың өзіне. Негізі сіздерде жаңағындай профессионалды түрде жасайтын болсаңыздар, ол профессиональный фотоаппаратпен, штативпен, соның бәрін пайдалана отырып түсіру керек та. Сосын фотошоппен бірге желімдеп, біріктіріп, сөйтіп түсірсеңіздер, ол тамаша шығады фотоларыңыз. Енді ондай мүмкіншілік бәрімізде жоқ қой, көрдіңіздер ме? Сондықтан жаңағындай смартфон, телефонын қолданып жасаңыздар болады. Ama internet sistemi тұрған соткада интернет істемейді, бүкіл жерде интернет істемейді. Қазір мен ссылкасын жіберем. Жаңағы менің программаның просмотр улиц деген. Он жаңа Play Market'тен или жаңа App Store'дан скачать ете салуға болады. Иә. Менде соткамда қазір ашылмай тұр мына программа, интернет істемей тұрған. Сіздерге біраздан кейін интернет істейтін жерге, соткам интернет істесін, сол кезде ссылкасын жібере салып, сол жерден аласыздар. Просмотр улиц деген, я дұрыс айтып отырсыз, сол программа, сол жерде жаңағындай 3 түрлі панорамалық суретті таңдап түсіруге болады, иә? Сферический, сосын жаңағындай панорамалық, сол жерден таңдайсыз. Сосын өзі сотка сізге көрсетіп тұрады ол жерде. Жаңағындай сотканы оңға қартай түсіру керек, солға қартай түсіру керек, нүктеге дәлдеп апару керек, бүкілі сол жерде көрініп тұрады өзі. Түсірсеңіз, түсініп аласыз, бір-екі рет түсірсеңіз. Ешқандай несі жоқ, көп аса қиындығы. Бірақ ол жерде жаңағы нүктелер көп, түсіретін нүктелер. Өйткені ол жерде 360 градус пен 180 градус болғандықтан бүкіл аймақты алу керек болып саналады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Енді ертең панорамалық суреттеріңізді дайындап әкеңіздер, ертең жобаға кірсеңіз, панорамалық жобаларыңыздың тақырыбы болу керек, тақырыбын дайындап әкеңіздер. Фотоматериалдарыңызды дайындаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойып алыңыздар қазір. Ертеңгі неге жаңағы PDF формат керек па? Жобаға? Енді ол өзіңізге байланысты. Өзіңіз қоям десеңіз қойыңыз. Қоймайын десеңіз, тағы өз еркіңіз. Мен сізге просто жаңағы Панатур бағдарламасының қандай мүмкіншіліктері бар, соны айта кетіп отырмын. Қандай сұрақтарыңыз бар басқа? Бес минуттан кейін болсын. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Балнұр ханым, сұрағыңыз бар ма басқа? Жоқ, просто өзіміз жасадық, енді практикалық тапсырманы жаңа қосақ болатын. Я мен бүгін анау классрумдағы заданияға қоям, 10 панорамалық сурет жіберіңіздер деп, е? 10 панорамалық суреттеріңіз жіберіңіздер, сосын жобаларыңыздың атауын жіберіңіздер. Сол жобаның атауы бойынша сіздер ертең жоба жасайтын боласыз. Енді бір 3 суреттен тұратын проектіміз жасап қойдық жаңа кішкене. Енді қалған 7 сурет қалды дейсіз ғой. Сосын құрметті әріптестер, тағы бір айта кететін жағдай, жаңағы проектілеріңізді нетіп отырыңыздар, сақтап отырыңыздар. Жобаның өзін жаңағындай, жобаның өзін жеке сақтайсыздар ғой мынау немен. Қазір сіздерге қайтадан демонстрация экранына жасайыншы. Қазір көрініп тұр ғой, менде программа, е? Мына жерде сіздер жобаның өзін сақтайсыздар, мына тұста жобаның өзін сақтайсыздар. Ал мына тұста жаңағы өзгертуге, жаңағы толықтыруға болатындай нені сақтайсыздар. Проекттің өзін жаңағыдай сырой версиясы дейді ғой. Соны сақтайсыздар. Осыны сақтауды ұмытпаңыздар жобаларыңыздың. Сосын жобаларыңызды қорғап қойғаннан кейін осындай сырой форматтарыңызды жібересіздер жаңағы Google Classroom-мен. Осының бәрін сақтап отырыңыздар.
ертең жоба жасаған кезде де сіздерге айта кететінім жаңағы сырой форматты сақтап отырыңыздар, өйткені мектептеріңізде, музейлеріңізде қандай да бір өзгерістер туындап, жаңағындай орындар ауысатын болса, кабинетіңіз жаңаратын болса, сол кезде жобаны қайтадан с нуля бастамай, ең басынан бастамай, жаңағы жерден проектіңізді ашасақ, сол жерден бірге ғана кабинетіңізді өзгерте салсаңыз болады. Сол кезде сіз бүкіл жобаны, бүкіл нүктелерді қосымша қозғап жатпайсыз. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? 4 минутымыз қалды. 4 минуттан кейін. Одан кейін WhatsApp-қа қойып жатасыздар сұрақтарыңызды. Қазір қойып алыңыздар. Көрсетіп жауап беріп алайын сұрақтарыңыз болса. Алмас Айдосұлы, кешіріңіз. Мен сол бірінші күні тоже связь қайта ноутбугым сөніп қалып сөйтті ғой. Сонда біз жаңағы жоба сақтау мен нені сақтауына сол жағынан әлі шатысып жатырмын мен. Проектіні өзгертуге болады, е? Проектіні қазір мен демонстрация. Солай ғой? Иә. Демонстрация экранына жасаймын, мына қараңыздар. Мысалы, мына жерге сақтайтын болсаңыздар, сіздер мынау сақтағышпен, мына жерде дискетаны суреті бар. Осымен сақтайтын болсаңыздар, бұл жерде мына КПТ деген формат тұр, міне көрдіңіздер ме жақшаның ішінде? Мысалы мен мынаны бүйтіп сақтайын, 5 деп, міне КПТ 5 деп сақтайын, мысалы сақтап қойдым. Ішінде мына фотолар тұр, міне менде фото 3, фото 2, фото 4. Қазір мен мына программамды толықтай жауып тастайын. Енді мысалы мен жай ғана мына жерде бір нем өзгеріп кетті делік мысалы. Міне 5-ші проектінің сырой версиясы бұл, сырой версиясын сақтадым. Жаңағы бұл сіз жоба жасаған кезде жобаңыздың ссылкасы бір бөлек, мынау проектіңіздің несі сырой версиясы бір бөлек жүру керек өзіңізде. Флешкада ма, облакаға ма бір жерге сақтап қоясыз ғой. Одан кейін жаңағы сізде бір картинканы, мысалы мына жердегі сырой версиядан мысалы кейін өзгеріс болып деліге, сол картинканы алып тастау керек. Қайтадан программаны ашасыз, Фонатур ашасыз. Фонатурды ашқаннан кейін сіз мына жерде, қазір менде ашылсын. Мына жерде қараңыз, міне мынау тұр ғой, міне оң жағыңыз, сол жағыңызда бірінші тұрған. Міне Open проект деп тұр, көрдіңіз бе? Көрініп тұрма сізге Open проект дегенге басасыз. Осы жерден сіз рабочий столдағы, мысалы жасап қойған жобаңыздың сырой версиясы бар ғой, міне 5 деп жаңа мен сақтадым. Осыны ретке ашасаңыз болады. Осыны ашасыз, ашқан кезде сіздің бұрынғы жасаған мына жердегі жобаңыз толықтай ашылады, яғни өзгертуге дайын болып ашылады бұл жерде. Ал егер сіз мынау шестеренка арқылы сақтайтын болсаңыз, ол сіз жобаңызды мысалы сайтқа не болмаса басқа жерде көрсету үшін сақтайсыз да бұл жерде. Жобаңыз толықтай сақталады мына жерде. Ал егер сіз мынау дискетамен сақтайтын болсаңыз, ол сіздің сырой жаңағы шикі түрі. Яғни аласыз да осы жерден керек емес фотоны алып тастап, орын ауысып кеткен болса, орын ауыстырасыз да, қайтадан сақтай саласыз да. Қайтадан басынан бастап, каждый фотоны салып, оған каждый нүктелерді қойып, бүйтіп отырмайсыз. Бәрі дайын бетінде шығады. Просто жаңағы өзіңізге қажетті нәрсені ғана өзгертесіз да, қайтадан сақтай саласыз. Екі сақтау бар бұл жерде. Біреуі сырой версиясын сақтау, біреуі жобаның өзін сақтау. Тағы қандай сұрағыңыз бар? Рахмет, түсінікті. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, онда уақытта болып қалды. Қалған сұрақтарыңызды WhatsApp-пен қоясыздар. WhatsApp-пен мен сіздерге жауап беруге тырысам. Содан кейін жаңа Photoshop программаларын орнатамай жүргендеріңіз болса, айтыңыздар, ол кісілер сіздерге де көмектесе. Мен Яндекске де, Google'ге де бәріне лақтырдым, облакаға. Ссылкаларын сізге жіберген WhatsApp-пен алдында группаға. Орната алмай жүргендеріңіз болса, инженерлеріңіз болса, инженерлеріңізге айтсаңыздар, орнатып береді. Жақсы, онда сау болыңыздар, құрметті қатысушылар, ертеңгі жолға дайындалыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Записьті салып жіберем, бүгінгі сабақтың записін, чаттарыңызға. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар.